Баршаңызға сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Ешкі сүтінің пайдасы жайлы айтатын боламын. Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті ем деп келген қазақ халқы ешкі сүті адам ағзасына пайдалы екендігін өте ерте замандардан бері білген. Ешкі сүті А, С, В, Д, Е дәрумендері мен басқа да микро және макро элементтер қорының қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына пайдалы өнім. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтындығы бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды, себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ сүт сіздің ағзаңызға қажет, ойлап қамығудың қажеті жоқ. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан да адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылып сіңетіндіктен түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Сонымен қоса ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан-тамыр жүйесі жұмысына пайдалы болып келеді. Ешкі сүті ұйқы безінің қабынуында да пайдалы екендігі дәлелденген. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне 0,5 стакан шикі сүтті тамақтың алдында 2 ай бойы ішуі қажет. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі күніге әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішуге кеңес береді. Бірақ мұндай ем жүргізілген кезде дәрі-дәрмек ішпеу қажет. Ешкі сүтінің қатерлі ісікке пайдасы. Ешкі сүтінің қатерлі ісік ауруының алдын алып, оны жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммунды жүйені қатайтады. Ешкі сүті құрамындағы дәрумендер, микро және макро элементтер ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ал сүт құрамындағы калий баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізеді. Болашақ ана тістерінің түсуін және тырнақтардың сынуын болдырмайды. Ешкі сүті майлы болғанмен ол ағзаға май жинамайды. Ал құрамындағы дәрумендер өте пайдалы. Бай бұл сусын емдәм ұстап жүрген адам ағзасына түрлі дәрумендермен қоректендіреді. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан-тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Достар, видео пайдалы болса, тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар.